мына жерде мұңсыз деген бадыраушысы келеді. Класстастары, бірдемелері, айтып жатыр, ағайын туып. Жақсыбек жандостың арқасында шыға шалқып тұрған. Елің жасы құтты болсын. Жарты ғасырдың, бір ғасырдың жарысына келіпсің. Мұның қағайтып қой жалғыз. Жандос екеуің Алланың берген. Соның қызығына тойып, біз соның куәсі болайық. Осы күйі тұғын, мектепте де осы күйі тұғын, сол күйі осы қалпыңмен жүре бер. Алла береді, не берсе де, Алланың айтқанынан шығалмаймыз, құтты болсын, біз соның куәсі болайық. Жандос сен де келе сал енді, ыңғайыстап қалдың ғой деп берген. Жоқ дейді. Келе ғой енді. Рахмет, өткен жақ просто айтып жатырмын. Біз не болды соншама деп жатырмыз. Алла разы болсын, жігіттер, просто кеулі ғой біздікі. Соңынан қалдық қой бұл әңгіме. Бірақ бізден бұрын қайтып кетпеңдер, біз соңынан қайтамыз енді. Рахмет. Ағамыздың айтуы бәрі орынды. Бірақ бағана біз ойласқанбыз. Осы қыз берген халық қой, Каукеден алыс жерден келіп тұр ғой. Бірінші тосты берейік дегенбіз. Артынан ойланып былай шештік. О кісілер алға қоймай, асықпай, ат жағынан қорытындылап, керемет сандар болар деген. Кауке елді мекен деген бөлек жандар ғой. Нұраның етегінде жатқан, төбеде жатқан деп милет шешкен. Асықпай сөйлесін, ішінде нар тұлғалы жігіттер бар ғой деп. Осы кісілерді бір қошеметтеп қосып қоясың. Жасыратын жоқ. Жақсыбек еммен кішкентай бірде өскен, жатылы класста мұңсыз. Әзілдеп айтып жатып өздерін армандар қалады. Кеуілдер алмаңдар енді. Мен асанмын өзімше шыдамадым, шындай керек. Қасым не болды, микрофон бүгін көргенде бәрін жабысып алып әрмей қалдыңдар ғой.